Жетінші дәріс. Білім беру жүйесінде мультимедианы пайдаланудың ерекшеліктері. Қарастырылатын сұрақтар. Мультимедианы пайдалануда оқытудың педагогикалық тиімділігін арттыру. Мультимедиа және дәстүрлі оқыту формалары. Мультимедиалық технологияларды қолданудың тиімділігі. Мультимедиа ресурстармен жұмыс істеу тәсілдерін оқыту сипаттамасын анықтау үшін оқушылардың мультимедиа ақпаратпен жұмыс істеу барысындағы тәртіп мотивацияларының ерекшелігін қарастыру қажет. Мотив ұғымымен іс-әрекетке деген құлшынысын, адамның іс-әрекетінің қозғаушы күшін белгілейді. Мотив – қандай да бір қажеттілікті қанағаттандыру тілегі. Мотивация оқыту үдерісінде маңызды рөл атқарады. Сонымен қатар табысты оқытудың кілттік факторы болып табылады. Мотивация оқушының өзінің оқу үдерісі, мұғалімнің жүріс-тұрысы, академиялық талаптар, оқу материалдарының сапасы мен сабақтардың рөлі сияқты сұрақтар бойынша оқушылардың көзқарастарының жиынтығымен анықталады. Компьютерлік желілерде жұмыс істейтін пайдаланушылар проблемалық жағдайлармен жиі ұшырасып отырады. Мысалы, оқушылар олардың алдында мультимедиа ақпараттың үлкен көлеміне жол ашылғандығын түсінеді. Бірақ ақпаратпен танысу барысында бөлінген уақыт аралығында барлық ақпаратпен танысып үлгере алмаулары да мүмкін. Осындай жағдайда оқушылардың ақпаратты іздеу және өңдеу дағдылары жеткіліксіз болып шығады. Проблемалық жағдай туады. Соның салдарынан осындай білік пен дағдыны мұғалімнің көмегіне жүгіну арқылы жетілдіріп отыруға деген қажеттілік туындайды. Проблемалық жағдайларды шешу қажеттілігі оқушылардың мультимедиалық ресурстармен жұмыс істеу мотивтерінің бірі. Мультимедиа технологияны қолдану мектептегі оқу іс-әрекетін ұйымдастырудың жаңа формаларын тудыруы мүмкін. Сонымен қатар мұндай технологиялар қазақстандық мектептердің басым көпшілігінде қолданылып жүрген дәстүрлі оқыту формасына айналған сынып сабақ жүйесін оқытудың формасы мен тиімділігін де арттыруы мүмкін. Сынып сабақ жүйесінде мультимедиа технологияны қолданудың жақсы және жаман жақтары да бар. Оқытуды сынып сабақ түрінде ұйымдастырудың артықшылықтары. Экономикалық тиімділік. Оқытудың нақты ұйымдастырылған жүйесі және оны басқару. Оқу материалдарын берудің жүйелілік және жоспарлы сипаттамасы. Фронтальды, топтық, жеке жұмыс формаларын үйлестіру және оперативті түрде бір формадан екіншісіне өту мүмкіндігі. Мұғалімнің білім алушылардың жеке ерекшеліктерін білуі, білім алушылардың бірін танып білу негізінде сынып ұжымының әрбір білім алушының оқу іс-әрекетіне стимулды әсер етуі, оқушылардың ұжымдық жұмыс сипатындағы өзара бәсекелестігі, мұғалімдердің пәндік оқытуда мамандандыру мүмкіндігі, міндетті оқу іс-әрекеті әртүрлі сыныптан тыс, сабақтан тыс жұмыстармен тығыз байланысты болуы. Қазіргі таңда ең бір перспективалық және маңыздылардың бірі мектеп бағдарламасының тұйықталған бөлімін интербелсенді тақта сыныбы шартында оқытуда мультимедиа технологиясын кешенді қолдану тәсілі болып табылады. Қазіргі уақытта мектепте мультимедиалық құралдармен оқытудың ең қолжетімділері мультимедиалық CD-дискілер. Бірақ бұл мәліметтердің дәстүрлі баспадан көп айырмашылығы жоқ. Негізгі теориялық материалдар бұрынғыдай белгілі символдық формада беріледі және дайын сызбалар мен суреттерді қамтиды. Бұл оқу материалдарын сабақта қолдануда қиындық туғызуы, мұғалімдерді қанағаттандырмайды. Мұндай мультимедиалық ресурстар негізінде сабақтан тыс, жеке өзіндік жұмысқа арналған. Бұл технологияны оқытудың түсіндірмелі иллюстрациялық әдісі ретінде қарастыруға болады. Оның негізгі мақсаты оқу материалдарын хабарлау және көру жадын қосу кезінде күшейтілетін, оның табысты қабылдауын қамтамасыз ету арқылы оқушылардың ақпаратты меңгеруін ұйымдастыру болып табылады. Адамдардың көпшілігі естігендердің 5%-ын және көргендердің 20%-ын еске алады.
Аудио және бейне ақпараттарды бір мезгілде пайдалану есте қалудың 40-50%-ға дейін арттырады. Мультимедиа бағдарлама ақпаратты әртүрлі формада ұсынады және оқыту процесін неғұрлым тиімді етеді. Нақты материалды зерттеу үшін қажетті уақытты үнемдеу орташа есеппен 30%-ды құрайды, ал алынған білім айтарлықтай ұзақ сақталады. Бастауыш мектепте мультимедиалық технологияларды қолдану кезінде сабақ құрылымы мүлдем өзгермейді. Онда бұрынғысынша барлық негізгі кезеңдер сақталады. Олардың уақытша сипаттамалары ғана өзгереді. Мультимедиалық технологиялар қолданылуы мүмкін. Бірінші, тақырыпты белгілеу үшін сабақ тақырыбы слайдтарда көрсетілген, онда талқыланатын мәселенің негізгі сәттері қысқаша баяндалған. Екінші, мұғалімнің түсіндірмесін қалай сүйемелдеу, нақты сабақтар үшін арнайы жасалған қысқа мәтінді негізгі формулаларды, сызбаларды, суреттерді, бейне фрагменттерді, анимацияларды жасайтын мультимедиалық конспектілер, презентациялар қолданылуы мүмкін. Үшінші, ақпаратты оқыту құралы ретінде бүгінгі таңда білім беруде жаңа білімді іздеу, түсіну және қайта өңдеу бойынша баланың өз қызметіне ерекше назар аударылады. Мұғалім бұл жағдайда оқу үрдісін ұйымдастырушы, оларға қажетті көмек және қолдау көрсететін оқушылардың дербес қызметінің жетекшісі ретінде әрекет етеді. Төртінші, білімді бақылау үшін компьютерлік тестілеуді қолдану процесінің тиімділігін арттырады, оқушылардың танымдық қызметін белсендіреді. Тесттер оқушы жауаптарын дәптерге немесе арнайы бланкіге жазып алатын сұрақтар бар карточкалардың нұсқалары болуы мүмкін. Осы технологияның келесі ерекшеліктерін атап көрсетуге болады. Бірінші, тақтада бормен орындалатын сурет сапасы экрандағы ұқыпты, жарқын, айқын және түсті бейнемен салыстыруға төзбейді. Екінші, тақтай мен бор көмегімен әртүрлі құралдармен жұмысты түсіндіру қиын және күлкілі емес. Үшінші, презентацияны көрсету кезінде тіпті проекторды қолдана отырып, оқушының жұмыс орны жақсы жарықтандырылған. Төртінші, сабақта көрнекілікті қолдану деңгейін арттырады. Бесінші, сабақ өнімділігін арттырады. Алтыншы, пәнаралық байланыстарды орнатады. Жетінші, ақпараттық технологияларды жасаушы немесе пайдаланатын оқытушы оқу материалдарын беру логикасына үлкен назар аударуға мәжбүр. Бұл оқушылардың білім деңгейіне оң әсер етеді. Сегізінші, ақпараттық коммуникациялық қатынасты өзгереді. Балалар оны ойын құралы ретінде емес, адам қызметінің кез келген саласында жұмыс істеу үшін әмбебап құрал ретінде қабылдай бастайды. Бастауыш мектепте АКТ-ны пайдаланудың сипатталған модельдері бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру тәжірибесі қызмет арқылы тануды болжайтын қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар мен құралдарды пайдалану тиімділігінің жоғарғы деңгейі туралы айтуға мүмкіндік береді. Бұл ақпаратқа шектеусіз қол жеткізуші жайында өмір сүруге және жұмыс істеуге тура келетін оқушыларды дайындаудың мазмұнын, әдістер мен ұйымдастыру формаларын өзгертудің ұзақ және үздіксіз процесі болып табылады. Оқу мақсатындағы электронды ресурстар, мультимедиалық курстар, сабаққа презентация, логикалық ойындар, тест қабықтары, электронды энциклопедиялар, интернет ресурстар жатады. Презентациялар оқушыларға мүмкіндік береді. Оқу материалдарын көрнекі түрде ұсынуға, сабақты қызықты етуге, жаңа материалдарды түсіну процесін қарқындатуға. Презентация мұғалімге мүмкіндік береді. Көрнекі көрсетуге, жаңа материалдарды түсіндіру процесін күшейтуге, анимация арқылы шығарылатын ақпараттың көлемді мен жылдамдылығын реттеуге, оқушылардың танымдық белсенділігін арттыруға. Бастауыш мектепте сабақ өткізу үшін ақпараттық технологияларды қолдану арқылы көптеген жұмыс түрлері бар. Компьютер сабақтың барлық кезеңдерінде және барлық пәндер бойынша, әрине, әр жас үшін санитарлық гигиеналық нормаларды ескере отырып қатысады. Назарларыңызға рахмет.